Қайырлы таң, достар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге бүгін мен Наз мемлекеттік би театрының әртісі Жандәулетова Дана. Қазақ елінің мәдениеті, оның ішіндегі қазақ халқының би өнері, өнер тұғырының шыңы деп айтсақ артық болмас. Өздеріңіз білетіндей, қазақ биіндегі қол қимылдары, қол қалыптары өте мәнерлі де әр алуан. Негізгі қол қимылдары би өнерінің халықтың тұрмыс тіршілігімен бірге жасасып келе жатқанын көрсетеді. Сол себептен бүгінгі қарастырылатын қимылымыз беташар деп аталады. Беташар қазақтың келін түсіргенде орындалатын салт дәстүрі. Яғни келін келген кезде оның бетін ашу, жүзін көрсету, халыққа таныстыру ежелден келе жатқан салт дәстүріміздің бірі болып табылады. Негізінде беташар қимылының орындаудың екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі. Бастапқы қол қалпы екі қол алақан беттің алдында, яғни айна қол қалпында. Қос қолдың басы қосылған, қос шынтақ жанға қарайды. Осы бастапқы қалыпты сақтай отыра, қолыңызды оңға жылжытып, бетті ашу арқылы орындалады. Яғни 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Беташар қимылының орындаудың екінші тәсілі. Яғни, бастапқы қол қалпы 5-ші қалыпта. 5-ші қалып, яғни ол кеуде тұсында екі қол айқасады. Бір қол екінші қолдың үстінде орналасқан. Сол қол 5-ші қалыпта қалады, ал оң қол 5-ші қалыпты сақтай отыра жоғары көтеріліп бетті ашады. Кейін қайта өз орнына келеді. Яғни 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Немесе қолды ауыстыру арқылы 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Сонымен түйінде келе, беташар қимылының орындаудың екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі айна қол қалпы арқылы 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Екінші тәсілі 5-ші қол қалпы арқылы 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Құрметті көрермендер, адамзат өміріндегі сөзсіз тарих қойнауына енетін бір ғана дүние бар. Ол мәдениет. Қазір болып жатқан әлемдегі апатқа қарамастан, өзіміздің мәдениетімізді, салт дәстүрімізді, өз өнерімізді, қазақтың би өнерін ұмытпағанымыз дұрыс болар. Өздеріңізге, өздеріңіздің жақындарыңызға қамқор болыңыздар. Біз біргеміз.